Балтырға сәлеметсіздер, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Сұлу. Және бүгінгі видеода мен стикмандар против Майнкрафттың уже вроде 14-ші сериясын айтатын боламын. Уже айтпағалы көп болды, бір ай болған шығар, по-моему. Сендер видео болмай тапқанға тіркеге басып кетіңдер. Ал ендеше бұл видео басталады. Естеріңде болса, осы 13-ші серияда біздің 5 кейіпкер ақыры дегенде кездеседі, және де олар порталды іздеп жүреді. Бір уақытта бос бесеу жүрген кезде бірақ қызыл жоғалып кетеді. Әрине біздің 4 кейіпкер оны түсінбейді, бірақ артқа қарағанда оның қайда кеткені түсініксіз болады. Былай қарақпаған кезде тоже араңыз жоқ болып кетеді. Мынау үшеуі дірілдеп тұрған кезде мына төбесіне анау бір какой-то бір көк паук шығып, сарын тоже алып кетеді. Анау екеуі көріп оны құтқаруға аттанады. Ал оказывается, осы өрмекшілердің империясы бар екен, оказывается, прикинь, мынау үшеуін оларды жемекші болып тұрады патшайымы. Бірақ та біздікілер оған әрине қарсы болады, оларды жасыл алдандырмақшы болады. И потом алдандырып тұрған кезде мына көк бұларға емдей бастайды. Оказывается, бұлар жаман өліп отыр. Содан кейін бұлар қашқаннан кейін вагонетканы көреді. 4-еу жүгіре алмайса жасыл жағаласып, бұдан бекер жүгіреді. Әйтеуір 5-еуі сол вагонеткаға отырады, таласып. Қалай сөйді екені интересно маған. Және де 5-еуі отырып алып қаштық деп мәз болып отса, енді қуаныштары ұзаққа созылмай олардың артынан пауктардың империясы қуа бастайды. Короче, олармен қашып жүрген кезде біздің көгі садақпен атып біреуін атып жүрмекші болады, бірақ та біздің пауктар қарап тұрмайды, оларды жіппен тарта бастайды. Ал біздікілер басқа вагонетке жасап қашып кетеді, ал сары динамит қойып бүкіл империяны жарып кетеді, бірақ бұл тоже ұзаққа созылмайды. Одан кейін олар жеңдік деп мәз болып отқанда қуаныштар тоже ұзаққа созылмайды, себебі бұл жақта империяның барлық бөлшектері жиналды деуге де болады. Ал короче, мен ары қарай ештеңе айта алмаймын, өздерің көрдіңдер. Музыка бітті, осымен паук біліп қояды солардың қашып кеткенін, бірақ та оларды тірі қалдырмайды. Ал біздікілер тауықпен ұшып, осы лавадан аман қалады. Және де олар порталды көріп жүгіріп мәз болып бара жатқан кезде оларды паук көріп, пауктың королевасы көріп, оны өлтіруге тырысады. Бірақ та 5-еуі оған қарсы болады, бірақ оны сары жетке лақтырып жібереді. қырылады ғой, бірақ та бұл соғыста по-любому осы паук ұтады. деп ойласыңдар, қателесесіңдер. Осы 5 стикманы жеңіп жатқан кезде ең соңында келіп әйтеуір
исучитель сол көрші келіп мына паукпен қырылып кетеді ғой. И және де қазір көресіңдер, мен уже қойдым, мүмкін спойлер болып. Ал көріңдер ал. И вот айттым, міне исучительдің басы көрінді, и және де осы, короче, исучитель мына порталдан қаққан шықты, білмеймін. И, короче, бұл мен ары қарай қырылмайды, просто қашып кетеді екен. Және де біздің бес кейіпкер әйтеуір үйіне қайтайын деп жатқан кезде олар тозақтан шығады, как обычно. И бұлар енді үйіне қайту тоже оңай болмайтын сияқты, себебі бұл жақта тоже монстрлар көп, өте көп екен. И олардың барлығын бізде қырылып өз жерлерімен қайту керек. Но әйтеуір біздікілер бүйтіп аман есен осы өз үйлеріне қайтады. Және де барлығы осы порталды сындырып тастайды да. И және де соңы.